Ақтөренің ақталған сөзі: Гүлназыммен тек достармыз. Бүгін Ақтөре Instagramға шығып, көптен бері жұртты қызықтырып жүрген сұрақтарға тікелей жауап берді. Соңғы күндері оның Гүлназыммен түскен видеосы мен суреттері желіні шулатқан еді. Бірі жаңа жұп деп болжады, енді бірі бұл әсемді қызғандыру үшін жасалған амал деді. Ақтөренің өзі бұл дақпыртқа нүкте қоймақ болып: Гүлназыммен арамызда тек достық бар деді. Дегенмен ол сөз арасында ескі естеліктерден сурет жүктеп, ұзақ ойланып қалғандай болды. Бұл мүмкін бір күні қосылатын ойы бар шығар деген жаңа сұрақтың тууына себеп болды. Бірақ Ақтөре ол туралы ашық ештеңе айтқан жоқ. Ал әсем жайлы ол барынша сыпайы сөйледі. Бәрі артта қалды. Оларға тек бақыт тілеймін деп түйіндеді ол. Желі қолданушылары оның пікірлерін қалдырмай оқып отырды. Өкінген жоқсың ба деп сұрағандарға Ақтөре: Біз 7 ай бұрын ажырастық. Арамызда тек сыйластық қалды деп нақты жауап берді. Ал Гүлназым болса, өзінің жеке парақшасында бұл оқиғаға қатысты да ой білдірді. Не болып жатыр? Жолдан келсем, Instagram жарлайын деп жатыр екен ғой. Солай болып қалды, енді артық ойламаңыздар деп жазды. Кейбір желі қолданушылары оның бұл жауабын жігіт қадам жасаса, қыз да кетпейтін сияқты деп түсінді. Осылайша барша жұртты қызықтырған Ақтөре мен Гүлназым тақырыбы әзірге тек достық аясында қалды. Бірақ кім біледі, өмірде күтпеген бұрылыстар көп емес пе? Арақатынасты қайтқан қозғамаңыздар. Бақытты болсын, аман болсын, сау болсын. Ешқашан жаманшылық тілемеген бұл өткен арақатынастан қанша арақатынас болды. Гүлназыммен түскен видео, оны біз алдын ала түсіріп қойғанбыз. Сен де бақытты болу лайықсың, сен де осылай деп жатқан жандар да бар. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Бәрі дұрыс. Өйткені ішіндегілер бар ғой. Ішіндегілер бүйтсе олай емес. Бұл өмірде бәріміз етеміз. Соны ұмытпай ағайындар. Ақтөре мен Гүлназым жаңа басталған сезім бе, әлде тағдырдың сыйы ма? Соңғы күндері әлеуметтік желіде жиі көзге түсіп жүрген бір көрініс бар: Ақтөре мен Гүлназым бірге. Бұрын тек достарымыз деп келген екеуінің арасы қазір мүлде басқа деңгейге көтерілгендей. Жақында олар жұрт көзінше қол ұстасып, нағыз ғашықтарша серуендеп жүрген сәттері түсірілген видео тарады. Көпшілік мұны жаңа жұптың ресми жариялануы деп қабылдады. Кейбіреулердің айтуынша, Ақтөре Гүлназымды өз отбасына таныстырып қана қоймай, оның баласымен де тіл табысып үлгерген. Бұл маңызды қадам. Өйткені бұл жай ғана таныстық емес, егер ертеңгі күні ортақ өмір басталса, Гүлназымның баласы да сол отбасының бір мүшесі болмақ. Жақын арада келін етіп апарама деген сауалдар желіні кезіп жүр. Себебі Ақтөренің қасында бұрынғыдай сенімсіздік емес, нақты бір шешімге келгендей байсалды жүз бар. Гүлназымда өзгерген. Бұрын көпшілік алдында аса ашық жүрмейтін болса, қазір Ақтөремен бірге түскен суреттерінде күлімдеп, шынайы бақыттың лебін сездіріп тұр. Желі қолданушылары түрлі пікір қалдыруда. Керемет жұп. Нағыз жарасқан екеу. Өткен өмірді ұмытып, жаңа парақ ашқан дұрыс. Гүлназым парасатты, салиқалы әйел. Ақтөреге лайық деген сөздер жиі жазылып жатыр. Болашақта не болатынын уақыт көрсетеді. Бірақ қазіргі көрініс бойынша Ақтөре мен Гүлназымның арасы күн сайын нығайып, сезімдері тереңдей түсуде. Мүмкін жақында бұл жұптың да қуанышты жаңалығын еститін шығармыз.